Сәлем достар, Алтын Алма каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін осындай тәтті, әдемі, шоколадты печеньелерді жасайтын боламыз. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ыдысқа бір орташа жұмыртқаны жарамыз. Жұмыртқамыздың үстіне 100 грамм қант қосамыз және осы массамызды аппақ болғанға дейін қолмен немесе миксермен араластырамыз. Жұмыртқалы массамыздың үстіне бір шымшым тұз салып, қайтадан араластырамыз. Енді бөлме температурасындағы 1% айранды қосамыз. Және барлығын бір келкі болғанға дейін мұқият араластырамыз. Дайын болған массамыздың үстіне 50 грамм ертілген сары майды қосамыз. Сары майымыз бөлме температурасында болуы керек. Ыстық сары майды қосуға кеңес бермеймін. Қамырымызға 40 грамм какао ұнтағын енгіземіз. 140 грамм ұнымызға 3 грамм ас содасын және 2 грамм қопсытқышты қосамыз. Құрғақ ингредиенттерді иеліктен өткізіп, біздің жұмыртқалы массамызға енгіземіз. Құрғақ массаны бөліктерге бөліп салған жөн. Видеоның описаниясына ингредиенттерді граммен ғана емес, қасықтармен жазамын. Құрғақ ингредиенттеріміздің барлығын қосып болғаннан кейін бізде осындай қамыр шығуы керек. Дайын болған қамырымыздың бетін пищевой пленкамен жауып, 20 немесе 30 минутқа тоңазытқышқа саламыз. Тоңазытқыштан шыққан қамырымызбен жұмыс жасау оңай болады. Противеньді пергаментпен төсейміз және қолымызға кішкене өсімдік майын алып жағамыз. Енді тоңазытқыштан шыққан қамырымызды кішкене бөліктерге бөліп, печенье жасаймыз. Бізде осындай 18 печенье шықты. Енді осының барлығын 170 градуста қызып тұрған пешке 10-15 минутке саламыз. Біздің печеньелеріміз дайын. Олардың сырты қатты, іші жұмсақ және дәмі өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Біздің каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.